Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге мақтаншақ бақа әңгімесін айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар, мен бастаймын. Екінші сынып оқитын мақтаншақ бір бақа болыпты. Оның мақтаншақ екенін барлық сыныптастары біледі екен. Бір күні мектепте апай минутына қанша сөз оқитынымызды тексереміз дейді. Сол кезде мақтаншақ бақа, ой, мен кітап оқымасам да барлығын жеңіп кетемін дейді. Апай, биылғы жылы минутына 55-60 сөз оқуымыз керек дейді. Сосын балалар тез кітаптарды ашып оқи бастайды. Мен оқымаймын. Мен бәрібір бүкілінен озып кетемін дейді бақа. Минутына 140 сөз оқыған аққу, 110 сөз оқитын қарлығаш, 89 сөз оқитын құмырсқа, солар көп сөз оқып апайынан көптеген мақтаулар естіді. Мақтаншақ бақа соңғы болып саналса да, мен бәрібір жеңемін дейді. Ал сен ше досым, минутынан неше сөз оқисың? Осымен біздің ертегі бітті. Ал ендеше сау болыңыздар!